Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып жатқан көрермендерге менің есімім Айсем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге енді жаңа кезең, жаңа жыл барлығы басталып жатыр. Сол себептен жайлап бастай береміз. Бірақ мен дегенменде әлі бұл жыл бастап кеттім. Сол себептен сіздермен енді қазіргі кезде не бар және де нені жасайын деп жатырмын, соны айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Енді мен алдарыңызда көріп тұрғандай, бұл жерде ондай өте көп нәрсе жоқ, яғни өсімдіктер жоқ. Дегенмен де қазіргі сізде не бар, соны айтайын деп тұрмын. Енді мына жерде көріп тұрсаңыздар, бұл салат жапырағы, жаздағыдай керім емес, бірақ дегенмен де жайлап яғни өсіп жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Және де петуния гүлі өте жақсы өсіп жатыр деңгейден. Қасында цинария өте жай өседі. Сол себептен бұл цинария деген екі түрі бар. Біреу гүлдейтіні, біреу қар тәріздес. Менде жазылып жүргендер болса біледі ол қандай нәрсе екен. Соны еккен болатын. Айырмашылықтарын қараңыздар. Екеуі де бірдей жаста, бірақ та бұл өте кішкентай, ал петунияны қараңыздар уже үлкен. Сол себептен цинария өте жай өседі. Одан кейінгісі енді аржан самшет енді ауырыңқырап тұр. Әзірге де бір енді көреміз, бірақ жасыл күйінде сақталып тұр. Және де мына жерде тағы бар, ол мешокпен жабылған. Қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерде шаңда қарамаңыздар, топырақ нәрсе болғасын, солай болады. Міне цинарияны көріп тұрсаңыздар, мына жақтағы кішкене кеуіп қалыпты. Шаман емес, жайлап өсіп жатыр. Бірақ өте жай өседі бұл. Сол себептен бұған бір қалай айтсам екен, шыдамдылық керек. Енді бұл жайы де тезі бар. Ертерек өсірген, то есть. Жапырақтар мен кішкене не болсын деп егіп қойғамын. Салып қойғамын. Қалай өтсе тыңайтқыш болсын деп. Міне, енді ғана ақ жапырағы көрініп жатыр, көріп тұрсаңыздар. Өте керемет, бірақ жай өседі. Басқа әзірге ештеңе жоқ. Міне, білесіздер, мен енді бұйыртса енді алдағы көктемде үйдің алдын барлығын ақ түсті гүлдерді егейін деп тұрмын. Соған енді соның біріншісі бастамасы әрине бұл жерде петуния емес. Петунияның орнына остик деген гүл, яғни аты өте ұзақ. Остия аспермум дейді, кейде остик деп атайды. Яғни бұл енді көбісі білмейді бұл гүлді. Бірақ та бұл гацания сияқты ромашка тәріздес өте әдемі гүлдердің бірі. Өзімде бірінші рет өсейін деп тұрмын, қызыққасын. Сол себептен бұның да бір кемшілігі, яғни петуния сияқты емес, өте жай өседі. Сол себептен қазірден бастап еккен жақсы. Егер сіздер әрине мен сияқты қосымша жарықтандырғыш болмаса, онда кішкене наурыздың басында еккендеріңіз дұрыс. Егер де осындай жарықтандырғыш болса, әрине уже бастап кетуге болады. Мен ертерек егіп жатырмын, және де өте өз ішінде бары болғаны 10 штук. Соны 10 штукты мен 5-еуін осыған егетін боламын, немесе 10-ға сыйып кетсе қараймын. Себебі бұл кішкентайлау сияқты. Қарасаңыздар, астында өте топырақтарды салдым, және ескі топырақты, және де міндетті түрде астын кестім, себебі ауа келу керек. Және бетіне дүкеннің магазинный топырағын салдым. Мен көріп тұрсаңыздар. Ендігі кезекте бұл гүлдің ерекшелігі петуния сияқты қашан егіп бастап гүлдеген бастағаннан кейін қара суыққа дейін өте жақсы гүлдей береді. 5-8 сантиметрді құрайды. Және де өте жаңағыдай, қалай айтсақ болады, капская маргаритка деп атады, яғни өте шар тәріздес болып тұрады. Хризантема сияқты өте әдемі. Сол себептен егер егемдесеңіздер, ексеңіздер болады. Бірақ күн жерге көлеңкеден көрі күн жерге қою керек, міндетті түрде құрғап кетпеу керек. Мысалы, петуния құрғаққа шыдаса, бұл кішкене құрғаққа шыдамайды. Тұқымы ондай ұсақ емес, өте ыңғайлы екен. Міне көріп тұрсаңыздар. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как раз 10 штук екен. Сол 10 штукты мен
ең бірінші сразу екпеймін. Міндетті түрде перекис водородыға қиямка қалай істейтінімді көрсететін боламын. Бірінші мынандай кішкентай ыдыс, шағын ыдыс қана тауып алу керек. Негізі кез келген петунияның жаңа ұсақ тұқымдардан басқасы осындай ірі тұқымдар болса, сіздерде қияр болсын, тіпті қызанақ болсын, гүлдерден немесек, жаңа көкөністерден, асқабақ болсын, жүгері болсын, кез келген тұқымда осылай алдын ала суға салып алған дұрыс. Яғни біз олай істеген арқасында олар оянып бастайды және топыраққа еккен кезде тез шығады. Ал егер сіздер бірден егетін болсаңыз, ол топырақты шіріп өспей қалу қаупі бар. Енді кезекте мен ыдысқа салып алдым. Судан кейін сіздерге көрсетемін. Міне перекис водорода, яғни перекис водорода, яғни асқын тотығы, қазақша көз түсінбейді. Перекис дейді. Перекистің менде 3%-тігі бар. Соны бірінші су құям, судан кейін барып оны кішкентай бір тамшысын ғана тамсысаңыздар жетерлік. Міне суымды қидым. Көріп тұрсаңыздар барлығы міне судың ішінде тұр. Кішкене сілкіп жібереміз, яғни суға барлығы әбден бату керек. Енді перекис водородымызды ашамыз. Яғни бұл не үшін қажет? Біріншіден залалсыздандыру үшін, яғни біздің тұқымымыздың анау ауруға шыдамды болу үшін. Екіншіден жаңағы тез шығуына өте себепке болады. Сол себептен кіттай ғана тамшы жібереміз, басқа болды. Осақ 1-2 тамшы ғана жарайды. Әбден араластырып жібереміз. 1-2 сағат тұрса жеткілікті, яғни өзіне керектісін осы перекис водородтан алып, судан кейін егуге кірісетін боламыз. Міне 1-2 сағатымыз өтті. Ендігі кезекте бұл жерде топырақты әбден нығыздап аламын. Кез келген өздеріңіздің қолыңызда осындай нәрсе болса болады. Топырақты нығыздап алған дұрыс, себебі қанша дегенмен тұқым ішіне кіріп кетеді. Сол себептен осылай нығыздап алған дұрыс. Ендігі кезекте әрбір тұқымды алып, мынаған салуымыз керек. Осылай салсаңыз дымды етпейді. Енді бұл суылып тұрғасын, сол жер қиындау болады. Сол себептен енді тәгім міне салып шықты. Мені сіздерге мына жерде маған ыңғайсыз болды. Сол себептен осылай бірінші салып алдым. Енді кезекте міне көріп тұрсаңыз, міне тұқымдары көрініп тұр. Ешқандай несі жоқ. Бәрін етестіріп аламыз. Енді мына жерге екеуге қалып, міне көріп тұрсаңыздар. Мына біреуін бер жақ қарай қоямыз. Бұл ірі болғасын, ешқандай қиындығы жоқ, көріп тұрсаңыздар. Араларын ашыңқырап қоямыз. Көрдіңіздер ғой, ешқандай да қиындығы жоқ. Міне салып шықтық. Енді әрі біреуін мен батырам. Батырғаны болса итеріңкіреймін, яғни топыраққа кіргіріс. Бұл деген ірі не болғасын, тұқым болғасын бетінде тұрмайды, яғни топырақтың астында болады. Сол себептен осылай итереміз каждыйын. Болды, енді бетін жау ғана қалды. Менде топырағым өзі дымқыл болғандықтан су құйған жоқпын. Ешқандай қиындығы жоқ. Бетін ғана кез келген осындай салафан болсын, мешок болсын, жауып қоясыздар. Болды, каналға жазуды ұмытпаңыздар. Күнбе күнгі барлығын егіп сіздермен бөлісетін боламын.